Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Дариға. Бүгін біз сіздермен бірге осындай жебе құрақтан құралатын осындай құрақтың жаңа түрін үйрететін боламын. Ал енді үлкен шашымызды алып, оның үстіне кішкентай екі шашымызды түгі жатып тұрған жағымен қойып алуымыз керек. Одан кейін тура осылай етіп диагоналынан бөлетін сызықтар сызып аламыз. Және де сол диагоналынан бөлген сызық бойынша матамыз тайып немесе жылжып кетпес үшін, сақтық үшін ине қадап алуымыз керек. Ал одан кейін тура осы қадап алған инелерімізге қарай тігуіміз керек. Ал енді тіккен кезде көргендеріңіздей мен мынандай сызық сызып алдым. Енді сызған кезде, тіккен кезде біз осы сызығымыздың жанына кішкене қалдырып, тура осыны тегіс түсіруіміз керек. Яғни тіккен кезде мынау немізбен, мынау тұрған бұрышымызбен мына бұрышымыз өзінен өзі қосылып кетеді. Сіздер де тіккен кезде тура солай етіп қосып жібересіздер. Яғни тіккен кезде өзі сондай процесс болады. Ал мінекей құрметті көрермендер, мен өзім айтқандай дәл сол сызықтың жанына кішкене қалдырып тігіп алдым. Енді сол сызыққа тигізбей дәл сол ортасынан қайшымен тура қақ ортасынан екіге бөліп кесіп аламыз. Ал мінекей бізде тура осындай бұрыштар пайда болды. Ендігі кезде дәл осы тағы бір төрт бұрышымызды алып, ортасына қойып, енді дәл ортасына тағы да ручкамен сызып алып, мата жылжып кетпес үшін ине қадап, тағы да тігіс түсіріп шығамыз. Өзім айтқандай сызықтың жанына кішкене қалдыруымыз керек. Сонда кескен кезде бізге ыңғайлы болады. Ал мінекей құрметті көрермендер, бұл жерде де тура сондай тігіс шықты. Енді тура осы тігістің дәл ортасынан кесіп аламыз. Ал мінекей құрметті көрермендер, осымен біздің жебе құрағымыз дайын. Көргендеріңізде жебе құрағымыз тура осылай құралатын болады. Ал біздің құрайын деп жатқан құрағымызға осындай жебе құрағынан 16 дана тігіп алуымыз керек. Ал мінекей қалған 16 данамызды тігіп алған болсақ, құрап, ендігі кезек тура осылай етіп үлкен құрақты құрайтын боламыз. Ол үшін мен экранда қалай көрсеттім, тура осылай етіп құрайтын боласыздар. Тігетін кезде өздеріңіз білесіздер, инемен қадап, төбесінен бастап тіге беретін боламыз. Тура осылай етіп иненің бойымен тігіс түсіріп шығуымыз керек. Қай жерге тура осылай етіп біріктірген инені қадалды, демек сол жердің барлығын тігіп шығамыз. Ал ендігі кезек біздің
бүкіл бөліктеріміз тура осылай дайын болса, төбеден бастап құрай беретін боламыз. Ол дегеніміз төбеде тұрған бөліктің астыңғы бөлігімен астыңғысын одан кейінгі бөлумен іліп құрап кете беретін боламыз. Ал мінекей құрметті көрермендер, осымен біздің жебе құрағынан құралған құрағымыз дайын. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Басқа да сұрақтар болса комментарияға жаза отырыңыздар. Сабақ сіздерге ұнаған болса, лайк басып подписка жасауды ұмытпаңыз. Бүгінге осы, келесі көріскенше қош сау болыңыздар.